Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Сіздермен бірге Эльнара. Бүгін осындай жеңіл әрі дәмді тағам рецептісімен бөліскім келіп тұр. Алдымен тауық еттерді дайындаймыз. Видеодағыдай осындай қылып тауық еттерінде надрез жасаймыз. Тауық етін тұздаймыз. Қара бұрыш және де тауыққа арналған дәмдеуіштерді қосамыз. Тауық етін майонезбен маринадтаймыз. Тауық етін шамамен 1 сағатқа маринадтауға қоямыз. Көкөністерді тураймыз. Көкөністерді тұздау керек. Оливковый немесе күнбағыс майын қосып, көкөністерді жақсылап араластырамыз. Табаға май жағамыз және де табаның үстіне көкөністерді төгеміз. Көкөністердің үстіне тауықтарды қоямыз. градусқа қызған пештің ішіне саламыз. 50 немесе 60 минут пісіреміз. Осындай дәмді тағам шығады. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк басып, подписка қойыңызды ұмытпаңыздар. Келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар.